Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге Қазақстанның шекарасына кіргізуге болмайтын товарлар жөнінде айтатын боламын. Ол қандай товарлар десеңіздер, менің видеомды көріп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Барлық ақпараттармен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Сайтқа кіргенде мынандай клубника, яғни құлпынай, көптеген нәрселердің керемет болып өсіп тұрғанын көріп, таң қалып алғым келеді. Осындай өсімдіктер, тірі өсімдіктер және олардың тұқымдарын Қазақстан шекарасына кіргізуге болмайды екен. Бұндай заттарды кіргізуге тыйым салынған. Бұл заттарды алдыртқан күнде сізге QR-кодын звондап, немесе өзіңіздің WhatsApp нөміріңізге сізге хабарласады. Бұндай затты алдыртуға болмайды, возврат жасаңыз деп. Бұл затқа тыйым салынған екен. Сонымен қатар біздің мемлекетімізге кіргізуге болмайтын заттар, порнография бөліміне жататын заттарды кіргізуге болмайды, оған да тыйым салынған. Келесі тыйым салынған нәрсе ол шпиондық технологиялары бар гаджеттер, дыбыс жазу, жасырын камера және де тағы да басқаларын айтуға болады. Қазақстан Республикасына кіргізгені үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл қылмыстық кодекспен жазаланатын жаза екен. Бұны кіргізуге қатаң тыйым салынады. Тағы бір тапсырыс беруге болмайтын заттардың бірі бағалы тастар мен металдар, яғни олар алтын, сол сияқты бағалы тастарға жататын заттарды алдыртуға болмайды. Бижутерияны алдыртуға болады, бірақ бижутерия қымбат емес, арзан бижутерияларды алдыртуға болады. Алтын, бағалы тастарды алдыртуға қатаң тыйым салынған. Электронды темекіні де Қазақстан аумағына алып келуге қатаң тыйым салынған. Сонымен қатар қуаты 1 ваттан жоғары лазерлік көрсеткіштерді алып келуге болмайды екен. Алып келмейтін заттарға антиквариат өнер туындылары да жатады екен. Оны да Қазақстан аумағына алып келуге қатаң тыйым салынған. Сонымен қатар ұялы телефон, компьютер, ноутбук, медициналық тауарлардың барлығын алып келуге болмайды екен. Көбіне адамдар телефон заказ берулер келіп жатады, бірақ ол зат тыйым салынған заттардың арасында бар екен. Тез бұзылатын тамақ өнімдері, бал және алкогольдік сусындарды Қазақстан аумағына алып келуге тыйым салынады. Және де құрамында спирті бар дәрілік заттар, оларды өндіруге арналған шикізаттарды да Қазақстан аумағына алып кіруге болмайды. Сонымен қатар теріден жасалған бұйымдарды алып кіруге тыйым салынады. Яғни бұлардан бір штукты алып кіруге болмайды. Бұл теріге жасалатын заттар көбіне біздер Қытайдан норка алдыруға тырысамыз, арзан деп бағаларын. Яғни норка теріге шыққаннан кейін оны да алуға тыйым салынады екен. Сонымен қатар аңшылық құралдары, қармақ және басқа да балық аулау құралдарын алдыртуға қатаң тыйым салынған екен.
улы заттар, химиялық заттар, психотроптық және басқа да препараттарды алдыруға болмайды. Кейде тіпті ғылыми зерттеулерде қолданылатын зиянсыз заттарға тапсырыс бергені үшін де қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатады екен. Жарылғыш және жанғыш заттарды, аэрозольдерді, оттықтарды, парфюмерияларды, лактар мен тағы да басқаларды кіргізуге болмайды екен. Яғни бұл заттарды кіргіземін деп қылмыстық жазаға тартылып жүрмеңіздер. Мен түсірген видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетті ұмытпаңыздар. Сізге қандай видео түсіру керек, соны комментарияға жазып кетсеңіздер, міндетті түрде сол туралы видео түсіретін боламын. Сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер.